Сырлы тылсымға толы қиыр бір шетте, қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа, сұлтан кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Ақыры Сандбаттың басшылығымен аса қауіпті толқынды аралға аттандық. Алайда үміт күткен бағдарлау құрылғысы жасанды болып шықты. Сөйтіп, ойламаған жерден шалғайдағы аралға тап болып, ұлы әбжыландармен және Рок деген жабайы құспен шайқастық. Бағымызға орай аман қалдық. Алайда кемемізден айырылдық. Қарақшылардың кегі. Бірге баруымыз керек еді. Сонша кешіккені несі? Иә, алайда мен Сандбатты жақсы білем. Меніңше ол бұрын соңды көрмеген жанға ерлігі жайлы ертегісін айтып отыр. Ай, кәрім, алаңдауыңды доғар. Одан да шөліңді қандырсаңшы. Дәмі тілі үйрет. Қолыңдағы сусыныңа ие бола алмай не көрінді? Алаңдамаңдар, достарым. Іздеу жұмыстарын аяқтап келдім. Бірдеңе таба алдың ба? Жаңа кемеміз бола ма? Иә, кемемнің орнын алмастыратын бірнеше мықты кеме таптым. Иә, сосын? Алғашқысы Кимера. Ол соңғы сапарында аса қауіпті жартастардың ортасындағы теңізден жүріп өткен. Байқұс кеменің сау тамтығы қалмағанымен суға әлі күнге батпаған. Келесі? Негізі сонша іздегенде тапқаным осы ғана. Болды ма? Басқа да кемелер болды. Алайда олардың бәрі... Қиялыңның нәтижесі десеңші, қойшы. Тығырықтан шығудың басқа жолын қарастырайық. Қолымызда қанша алтын қалды? Жауабым қысқа, ешқандай. Рас па? Негізі қалтамда 3 алтын болғаны, бірақ бір затты көрдім де басым айналып қалды. Мынау саған арналған кішкентай сыйлық. О, Сандбат, әуре болғаның не? Иә, расымен әуре болмауың керек. О, не дегенің? Сен бұған лайықсың. Бар болғаны 3 алтын қалдым. Құдды ұрлап алғандай сезіндім. Ұрлап деді ме? Не ойлағаның бар, Али Баба? Қарап тұрсам, сендерде кеме жоқ. Жаңасына тапсырыс беретін ақшаларың да жоқ. Алайда жаман жолмен ақша табатын жандарды білесіңдер ғой. Қырық қарақшы ма? Бар ойың олардың өңіріне қайтып бару ғой. Иә, әрине, 40 қарақшы. Менің де ойым солар болатын. Рас айтам. Жақсы кеме ала алатындай дүниелері бар болуы мүмкін. Олай жасауға болмайды. Бұл ұрлыққа жатады. Ал ұрлықтың соңы қорлық. Оларды 40 қарақшы ұрлады емес пе? Демек оны сақтауға хақылары жоқ. Соның арқасында қарсы алдыңда тұрған көк түсті құбыжықты сұлу ханзадаға айналдыра аласың. Иә. Іздеуді тоқтататын болсаң, алтын қаланың тұрғындары зардап шегеді. Сонымен айтарың бар ма? Келістік. Белестің арғы жағы емес педі? Иә, белестің арғы жағы. Айналасы жартастар. Соқпақ жолдармен жүреміз. Сөзіңе қарасам, бұл өңірге бізге айтқаннан да көп келген сияқтысың. Мүлде олай емес. Сұлтан, сатқын Шахризаданы солтүстік таулардың үстінен көріп қалдым. Ол тірі екен. Солай де. Жоспар бойынша Шахризада толқынды теңізге батуы керек болатын. Бұл жаңалықтың дүниезадаға ұнамасы анық. Мені ұнатпауым керек екен. Менің шөл даладағы көз тартар көгалым. Аса нәзік, сыңғырлаған, балдай тәтті даусың десіп қуанып қалдым. Осман, менің қатысуымсыз хабарлама айтуға қалай ғана дәтің барды? Мен тек сұлтанға қызмет етемін деп ант бергем. Не? Сұлтан екеуіміз бір бүтінбіз. Сондықтан екеуімізге де айтасың. Алдымен маған,
түсіндің бе? Құп болады, ханым. Сонымен не жаңалық? Жағымды жаңалық дүниезада. Жағымды болғаны соншалық, Османның саған айтуына рұқсат беремін. Әлгі Шахризада тірі екен, ханым. Тірі деймісің? Олар қайда? Жаңа ғана 40 қарақшының мекені болған, алып таулардан асып бара жатқанын байқап қалдым. Бері келіңдер, тыңшыларым. Біз азатпыз. Қайдағын айтпа. Дәл қазір солтүстік тауға барасыңдар. Шахризаданы іздеп табыңдар. Ол жақта не істеп жүргенін анықтап, дереу маған хабарлаңдар. Құп болады, тақсыр. Ал сен көмекшілеріңмен бірге солтүстікке бет аласың. Не істейтіндеріңді сол жақта айтамын. Сұлтан бұйырса ғана. Бұйырып қойған. Қашан? Әрине бұйырам. Оның айтқанының бәрін орында. Сізді сыйлаймын және бағынамын, ұлы мәртебелім. Естеріңде болсын, ұрып алыңдар, жауыз болыңдар. Ұрыларда ұят деген атауы мен болмайды. Осыдан араларыңнан шын сөйлегендеріңді байқасам, өз қолыммен буындырып өлтірем. Мысалы, мына бәтеңкені қорғансыз пақырдан ұрлап алғам. Сол үшін мақтанам. Сим-сим, жабыл! Сен осында күт, Жамал. Мұқият тыңда, біз тек өзімізге керегін ғана аламыз. Бірдеңе алғанымызды ешкім білмеу керек. Сим-сим, ашыл! Ханымға айтайық, ал ол бізді марапаттайды. Сим-сим, жамыл! Мәссіған! Үлкендерін алатын болсақ, олар жоғалып кеткенін бірден байқап қояды. Сондықтан алтын тиындарды ғана аламыз. Жарай ма? Не? Иә, әрине. Айтпақшы, бір ғана үйіндіден ала берме. Әр үйіндіден аз-аздан алсақ, олар байқамай қалады. Түсіндім. Әли бабаға сенім артқаның жөн. Әли баба өзіне тиесілі жұмысты бастап та кетті. Әлгі қыз қарақшылардың үңгірінде. Үңгірге кіру үшін сиқырлы сөзді айту керек. Тамаша іс атқардыңдар. Сонымен, ол қандай сиқырлы сөз болды? Асыл, Есік. ашыл, Семсер, ашыл. сезім ашыл. 8 көл ашыл. Жетер! Бұл жолы ешкімнің көмегінсіз бәрін өзім реттеймін. Әне қарақшылар. О, сәлеметсіңдер ме, қарақшылар? Жүзікке кіріңдер. Керемет. Қара. Қара! Сандықтың сыртындағы әкемнің таңбасы. Құдды бір алтындар патшалығы іспетті. Өзім көптеген жылдар бойы ашпаған сияқты. Ішінде не бар екен? Бақыттың кілт екеніне сенімдімін. Ойыма ештеңе келер емес. Мына құдіретке қара. Тоқта. Қара. Аналарды көрдің бе? Ескіріп шаң басқан. Ал мынада олардың біреуі де жоқ. Жап жаңа қалпында. Сонымен, Демек, оның өзіндік себебі бар. Құдіретті нәрсе. Бәлкім оны тастап кеткеніміз дұрыс болар. мен мұны өзімен алып кетем. Мынау жылы ғой.
кішкентай болғанмен тым ауыр екен. Не? Қолым жабысып қалды. Қолымды ала алар емеспін. Тамаша, күні бойы миымды жедің. Әли баба қолыңды тигізуші болма деп. Ал өзің болсаң, білгеніңді істеп жүрсің, тиісуші болма дедім. Айтқанды тыңдадың ба? Ақыл айтқаныңды доғарда, одан да маған көмектес. Қолымнан тарт. Тездет. Жарайды, міне былай. Қалая. Мынауың сиқырлы жабысқа қой. Уайымдама. Тоқта. Не істеп жатырсың? Қолыңды тарт. Сен көріп тұрсың ғой. Ғажап, бәрі бітті. Енді қайттық. Тоқта! Көмектесіңдер. Құлап қалдым. Байлығы көп кәрі әжеге көмектесіп жіберіңдерші. Байлығы көп әжеме, қорғансыз әйел. Қарақшылар жүретін жер бетіндегі аса қауіпті жолдың қақ ортасында құлап жатыр. Қызық екен. Бұл қалай болғаны? Өте қызық. Мен ойлағаннан ақылдырақ екен. Кімсің қаңғыған әйел? Кімді қаңғыған әйелге теңеп тұрсың? Сыйқыршы де. Алайда сыйқырыңнан қорқатын біз емес, мыстан. Қырық қарақшыға қандай шаруамен келдің? Мен мұнда сенің өте үлкен қателік жасағаныңды айту үшін келген едім. Мені ешкім қателестіре алмайды. Сен ойлағандай ақымақ емеспін. Біле білсең, дәл қазір үңгіріңе қаскөйлер кіріп алып, жылдар бойы еңбекпен тапқан байлығыңды жымқырып жатыр. Ұрыларды жек көрем, арам тамақтарға көрсетем. Дұрыс. Енді олар қашып кетпей тұрғанда, тезірек барғандарың жөн. Айтқаның рас болса, рахметімді аласың, мыстан. Алайда арам жоспарың болмаса, мұндай ақпараттармен бөліспес едің. Маған керегі бір ғана нәрсе, үңгірдегі алаяқтарды тірідей көргім келеді. Кері үңгірге қайтыңдар, батыл сарбаздарым. Бізді тонап кетті. Айлакер, қызғаншақ, шыдамсыз, оған қоса азғын. Маған ұнайды. Керек жерімізге жеттік. Әрі қарай жаяу барамыз. Сақ болыңдар. Бұл жердегі қарақшылардың қандай арам пиғылдары бар екенін білу мүмкін емес. Әлгі қыз, мына таудың басындағы қарақшылардың үңгірінде. Қарақшылар да осында келе жатыр. Біз оларға алаяқ қызды ұстауға көмектесеміз. Сұлтан, қарақшылармен байланысуға тыйым салған. Мен кіммен байланысасың десем, соны орындау керек. Алға! Қазақ, бар күшімді салсам да нәтиже жоқ. Неге? Айтпақшы, бір қолың бос қой. Сандықтағы басқа заттарды қарап көрші. Әкем Шәугімге қандай сиқырлы күш бітіргенін білмеймін. Бірақ сиқырды қайтарудың амалы бары анық. Ескірген бас киім. Жараса ма? Мен сені көріп тұрған жоқпын. Не болып кетті, Али Баба? Сен өзі қайдасың? Мұнаның арқасында Әли Баба көбірек тиын әкете алады. Іздеуді жалғастыр. Басқа ештеңе жоқ. Бос қораптар мен бос құтылар ғана. Міне. Анау тұрған не нәрсе? Айтарлықта ештеңе. Ол да Шәугім, бірақ ескәрі шаң басқан. Соны алуымыз керек. Есіңнен адастың ба? Мынаған қолымыз тигенде не болғанын көрдің ғой. Оған тисек екеуміз де жер құртын айналып кетерміз мүмкін. Жоқ, ол Шәугім сиқырдың кілті. Біреуі жабыстырса, екіншісі керісінше ажыратады. Әкемнің сиқырының тәсілдері есімде. Сол Шәугімге қолымыз тисе, сиқырдың күші жойылады. Қарақшылар келді. Тез, ана Шәугімді алуым керек.
суларды салып жатырмын. Қане. Дұрыс айтыпсың. Мен жақын маңда болам. Тағы сен бе? Мұнда не жоғалттың? Жасаған жұмыстарыңа таңғалып тұрмын. Жаңа үңгірме өзі? Соңғы кездескенімізде маған ешқандай мүмкіндік берместен қашып кеткенсің. Есіңде сақтап ал. Арам ойын болғанда сол кезде-ақ көздеріңді құртар ем. Иә, әлгі жағдайма өзі кешірім сұрайым. Алайда ол кезде бізді өлтіре жаздадың ғой? Соған қарамастан қайта келіпсің. Демек, сен не ақмақсың, не жоқ. Сен ақымақсың. Ұрыларды қалай жазалайтынымызды білесің бе? Ұры мына сенсіңдер. Иә, ал бізден басқа ұрыларға не істейтінімізді білесің бе? Шамалап тұрмын. Мен аяй көріңдерші. Оны тірідей қолдарына тапсырамыз деп уәде бергем. Алайда бұл оған қолымызды тигізбейміз дегенді білдірмейді. Оның үстін тінтіп шық. Не болды? Жай шәугім ғой. Не болды? Оны ұрлаған біз емес. Біз келгенде ол осы үңгірдің ішінде жатқан. Сандықта Харун Халидтің белгісі тұр. Атақты сиқыршының дүниесін ұрлайтындай ақымақ емеспіз. Бас кесер ұры шығармыз, алайда ақымақ емеспіз. Сөзіңе қарсы шыққаным ақмақтық болар. Бірақ шәугімнің құдіреті Харун Халидтің күшінен де мықты. Мені қорқытқың келеді ғой. Оның бола қоймас. Біз ешқашан ешкімнен қорқпаймыз. Солай ма, жігіттер? Өзің де жақсы білесің. Харун Халид ұрыларды жек көреді. Ал сенің бұл қылығың оны ашуландырады. Харун Халид өліп қалған. Сонда ол өлгенімен кек алуын тоқтатады деп ойлайсың ба? Харун Халид өте ашулы. Харун Халид қатты ашулы. Я, мен Харун Халидпін. Сендерге қатты, өте қатты ашуламын. Харун Халид, өтінем, бізді аяй көр. Саған ешқашан қарсы келмейміз. Солайды, бұларың жөн екен. Алайда Харун Халид болмашы қателіктердің өзін көтер алмайды. Осы қылықтарың үшін өмірлеріңмен жауап беретін боласыңдар. Қане, жақынырақ келіңдер. Сақ болыңдар. Харун Халид шабуылдауда. Иә. Жандарыңды жаһаннамға жіберемін. Қалашанның сыңғыры өлімнің соңғы қоңырау болсын дегенім ғой. Келіңдер. Иә. Өздеріңді құтқарып қалудың бір ғана жолы бар. Мұнда жасырыныңдар, жылдан. Болыңдар, ұсталып қалмай тұрғанда тездетіңдер. Тоқтаңдар, ақымақтар, отамда шайқасыңдар. Осында қалғандарың дұрыс секілді. Харун Халид, сен күштісің, алайда мен сенен қорқпаймын. Солайды. Бұл енді менің үңгірім, ал шайқасайық. Алайда сен секілді қылмыскердің құдіреті күшті Харун Халидті жеңе алмайтыны айдан анық. Қане, кел жаңа. Мынаған қарай көр.
Қалыңыз қалай? Өзіңізде байқаған боларсыз. Сізге қарсы айтқандарымның бәрі жалған сөз әшейін, я. Ей, қағып ал! Қару қали ташулла. Ажал құшқыларың келмесе, жарты сағат қозғалмай отыра тұрыңдар. Жүр, кеттік. Сим, ашыл! Оларды ұстаңдар. Сим, жабыл. Ашыл, қарғыс атқыр. Мұнаны бұзатын бірдеңе табыңдар. Осыдан олардан көз жазып қалыңдар. Қорықпаңыз. Қақпанға түстік. Олай емес. Сонда не істемек ойың бар? Оларды ішке кіргізем. Дайынсыңдар ма? Ендеше, алға! Қазір! Жамал! Ұстаңдар! Олармен шайқасуымызға тура келеді. Не? Менің шайқасқанымды көріп пе едің? Жамал! Жамал! Бізді мына жерден алып кет! Ей, сен! Оларды! Ана әдепсіз қызды қара! Сендерді ме кезбе ұрылар? Сенен кегімді қайтармайынша тынбаспын. Дегенмен күрделі шаруа болды. Есесіне жаңа кеме сатып алатын жеткілікті алтынымыз бар. Али Баба, сен кереметті атқардың. Жоқ, бұл екеуміздің ерлігіміз. Қасымда болмағанмен, әкем Харун Халидтің мені әлі күнге дейін қорғап жүргенін сезіну қуанышқа бөледі. Көп замай армандаған кемемізге ие боламыз. Дегенімен, алда талай қиындықтардың бары айдан анық. Ол енді келесі күннің әңгімесі.